Сәлем достар, бүгін тауық етінен ерекше тағам әзірлейміз. Ол үшін қызып тұрған қазанымызға май құйып, тауық етін салып қуырамыз. Тұз, дәмдеуіштер, қара бұрыш, қалауыңызша паприка және аскөк салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Сосын сәбіз, пияз салып, араластырып, үстінен сарымсақ салып, су шыққанша қуырамыз. Картоп салып, картоптың ішіне шамалы тұз қосып, тағы да жақсылап қуырамыз. Томат пастасын салып, араластырып, бетіне орам жапырақтарын жауып, 30-40 минутқа демдеп қоямыз. Дайын болған асты араластырып, ыдысымызға салып, дастарханға тартсаңыз болады. Дәмі ерекше, кешкі ас дайын, баршаңызға ас болсын.